Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай вупи пай тортын дайындаймыз. Менің каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттарды описанияда жазып қалдырамын. Алдымен осындай ыдысқа сары майымыз бен шоколадымызды салып, қайнап тұрған судың үстіне қойып ерітеміз. Одан соң таза ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, миксермен араластырып аламыз. Енді осыған жаңағы еріген шоколадымызды құйып, тағы да миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Міне бізде осындай болды. Енді елекке ұнымызды салып, үстіне какаомыз бен қопсытқышымызды қосып, електің ішінде қасықпен араластырамыз. Содан соң оны електен өткізе отырып, яғни аз-аздан осылай миксермен араластырамыз. Ұнды бірден қоса салуға болмайды, осылай бөліп-бөліп өткізу қажет. Електен өткізу ол міндетті түрде, сонда сіздердің қамырларыңыз осындай воздушный болып шығады. Енді формамызға пергамент қағазын салып, осылай форманы кигіземіз. Менде форма 24 диаметрлі. Енді осыны қайтадан ашқанда пергамент қағазында форманың ізі қалады, яғни осындай домалақ болып. Осының керісінше жағын алып, яғни ойық жағын алып, осыған қамырымызды құямыз. Менде қамыр 800 грамм шықты. Мен соны 200 граммнан 4 бөлікке бөліп пісірдім. Ол 6-7 қасық болды. Енді осыны осылай қасықпен немесе силиконды күрекшенің көмегімен осылайнан жазып шығамыз. Дәл осылай 4 коржды да пісіріп аламыз. Міне біздің коржымыз дайын болды. Мен 5-7 минуттай 170 градуста пісірдім. Енді осыны 22 диаметрлі осындай ашылып жылжытатын кольцомен осылай ойып алдым. Сіздер тарелкенің көмегімен істесеңіздер де болады. Енді кремді дайындаймыз. Ол үшін сап-салқын, яғни өте салқын сливкиді миксермен осындай қоюланғанша араластырып, яғни кішкене қоюланғанша араластырып, одан соң үстінен қант ұнтағын салып, тағы да араластырамыз. Енді оған сүзбелі ірімшігімізді салып, тағы да араластыратын боламыз. Бұдан кейін оған маскарпоне салып, миксерлейміз тағы да. Міне бізде осындай өтте нәзік үлпілдек крем шықты, яғни формасын ұстап тұратын. Енді оны осындай вупи пайға арналған насатканы кондитерлік қапшыққа салып, осылайнан кремімізді құйып, тортымызды жинаймыз. Осылайнан айналдыра отырып, шеттеріне жағып шығамыз да, ортасына креммен толтырамыз. Енді келесі коржымызды салатын боламыз. Жаңағы ретпен бұны да солайынан кремдерін толықтай жағып шығамыз. Сіздерде торт жинауда осындай айналмалы үстел болса, өте жақсы. Бірақ бұнсыз да жинай беруге болады. Міне осы ретпен барлық корждарымызды жинап шығамыз. Енді міне шоколадымызды бағанағындай су моншасында ерітеміз, яғни сары маймен қосып, мен вупи пай тортына Қазақстан шоколадын пайдаланамын. Міне бізде осындай сұйықтық шықты. Енді осыны тортымыздың бетіне құйып, барлық бетін жауып шығамыз.
Міне біздің тортымыз осындай болып шықты. Мен бұл торттың бетін ұсақ ұнтақ, яғни осындай жылтыр ұсақ ұнтақпен әсемдедім. Ал сіздер бетіне жеміс жидек қойсаңыздар да, шоколад қойсаңыздар да болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Ас болсын.